Йоу, бәріңе сәлем, сендермен бірге Лео KZ бұл кезекті влог. Видеоның атын көргендерінде бүгін біз покупка жасайтын боламыз. Неліктен десеңдер, өткенде телеграмға салдым мені бірнеше пост, монитормен проблема деп. Қазір қараңдар, не проблема бұл. Компьютерді қосамыз. Мінекей негізі бұрын компьютер қанша бір 10-15 секундта өте тез қосылатын еді. Қазір жағдайы мынандай, монитор обрабатывать ете алмай ма? Міне ұзақ болып жатыр, қараңдар. Міне экран осындай аппақ болып тұрады, болды. Бірақ соңғы стримдерде ойнап жүрсің ғой деп айтып жүрген адамдар болса, я бұл монитор істемей қалды емес, істейді, бірақ бұны бір 10-15 рет мына жақтан басып өшіріп қосасың, вот сол кезде істейді. Компьютерлік компанияларға жазып көрдім, проблема нене деп, шнурларын суырып көр, драйвер обновить ет, барлығын жасадым, бірақ болмады. Енді бұл мониторда өзінің еңбегін жасады, неше жылдан бері менде жұмыс жасап келеді. Бұл мониторды ремонтқа жіберу керек алдағы уақытта. Бүгін біз покупка жасаймыз. Қымбат бір монитор сатып алатын боламыз. Былайша айтқанда ол монитор менің арманым болған. Көптеген киберспортсмендер сол компанияның мониторын жалпы қолданады. Мен де соны бірінші рет алып қолданайын деп жатырмын. Қазірге менің модераторым, мобилографым келеді, сонымен бірге біз видеоны түсіретін боламыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз? Что там бүгін не видео түсіреміз? Кірші айтым, есіңде ме осыдан бір жыл бұрын екеуміз компьютер алып едік қой монетамен. Тура сол сияқты қазір бүгін екінші бөлімін түсіреміз. Ма камераны ұста. Тағы да түсіреміз е. Ма камераны ұста. Саған арнап сыйлық дайындап қойдым мен. Мынау біріншісі саған сыйлығым. Ма. Ол фигня, ойбай. Солбағы сенен ауыр өтті. Мынау екіншісі. Так, мына беттен көрген ма? Таңда қайсысын санайсың? 100 теңге, әлде 200 теңге? Алдыңғы жолында қайсысын санай едім? Көбін санадым. Сен көбін санадың, мен 200 теңгені санай берді. В общем, монитор бұзылып қалды менде. Оны видеода ертең көресің. Жаңа монитор алу керек, бағасы енді қымбат. Пока что енді тиындарды санайық, жалпы қанша сумма екенін. Жетпей жатса, мына жерде тағы да 1-2 теңгелер бар. Соны қосамыз. В общем, монитор алып келу керек батыр. Чё, let's go? Ехала. Саған төгіп көрейін, онда санайтын заттарымды. Аз дейсің ғой, 200 теңге аз емес ғой, ема көлемі бойынша. Санағандардың аппараттан мына жаққа саласың ғой. Мына 100 теңге точно сыймайды мына жерге. Төкпей қой. Енді мына жерге сыйу керек. Ана 100 теңге. Байлықтың дауысы естіп жатыр ма? Или 100 теңгелік донаттар ғой, мынау айтпақшы. Стримда жіберетін. Йоу! Мен мұны алдыңғысынан көрдім саған. Отвечай, алдыңғы бір болмай еді ғой? Сол ғой бір 600 мың сияқты болып кетті ба? Өткен видеода есіңде ма? Көбісі жазып атты ғой, 202-ге көбейтесің 100 теңге, ол 20 мың теңге болу керек. Сен де дұрыс емес санадыңдар ғой, 200 мың деп ше. Олар түсінбеген ғой, 202 андай 100 теңгеліктерді 1000 теңге салдық қой біз былай 10 данасын. Содан 202 көбейту ол 202 мың болған деп. Соны көбісі дұрыс емес санадыңдар деп комментарий жазғанда. Парақпен санаймын. Ерзет, ойбай, телефонмен дейді ғой. Ең басты шатаспай ол керек. Шатассаң да бәрібір негізі біз қазір бұл тиындарды екінші дәрежелі банкқа апарамыз. Я ол жерде аппарат қой. Автомат түрде санайды. Просто енді қателік қатты кетіп қалмас үшін деп өзімізге де былай отчет жасау үшін. Қанша бар деп ойлайсың примерно? Алдыңғы жылы 401 деген болды, бізде. Сондай болды деймін. Есте жоқ уже. Мынау бір 420 мың болды деп ойлаймын. Примерно соның айналасы ма алдыңғысына ұқсайды негізі, көлемі бойынша. Мына 100 теңгеліктер көп сияқты, а так 200 теңгеліктер сондай сияқты. Көрейік. Әлі санап отыр. Біттің бәне? Мен уже біттім. Мынаның ішіне, короче, бір біттім деп санадым да. Короче, 100 штук санап шықтым. Емәзде каждыйында 10 штук ғой. 10 90 штук. Бізде 494. 194 болды вообще. 190.
мына жерде үшеуін қоспай қоямыз а 300. Қайда тұра берсін? Болды. Бөлексіп қоя сал. Мына ішіне 194 қой короче мен. 194 мың теңге ме 200 Иә. 2 hours later. Мына жерде тоже жаңағыдай 10 штуктан 10 талдан 10 мың теңге ғой. 1 2 3 4 5 6 7 8 ровно 8 штук. И қалғанын қазір жазып жатыр. Мынандай монеталарды бөлек қойып қойдым. Білейін, коллекционерлерге болашақта керек болып қалатын шығар. Үшеуі үш түрлі екен. Яқта 800 ба? 200 теңге болса керек қой. Сөйтіп қоса саламыз. Неқа саламыз. Неқа саламда. Қалған 800 Неқа и бір сыз қоса саламыз. Ал енді санақ. Сенде қанша неқа? Бізде 80 мың. 43-ті 5-ке көбейтеміз. 215 21. Екеуін қосамыз 236 мың. Аяқта 194. Ровно цифр шыған деп тұрған. Прикинь, потолок тұр. Несі потолок? 440. 430. 30. Мен 420 дедім ба жаңа? Бір сағат санадық қой, естен шығып кетті ғой. 430 мың теңге. Бля, белі ауырып кетті ғой. Қолың ескек бірші. Ақша сатып жатыр. Ақша сатып жатырмыз. Кеттік ал қалаға. Қазір енді екінші дәрежелі бір банкты табу керек. Ең жаманы қабылдамаймыз деп қалса жаманда, өйткені көп банктерді білемін мен. Осыны тиындарды апарған кезде түрлерін андай бұзып, етіп жақтырмай, солай қарап тұратын әдеттері бар. Тем более бүгін сенбі, короткий день болып қалуы мүмкін. Сол себептен сәл асығу керек бізге. Және одан бөлек айтатын тағы да бір жаңалығым бар. Айтпақшы жігіттер, бір қызық нәрсемен бөліскім келеді. Соңғы бірнеше аптада ойынмен қатар инвестиция саласын зерттей бастадым. Уайымдамаңдар, криптовалюта емес, нақты қаржы нарығы жайлы. 2007 жылдан бері жұмыс істейтін сенімді халықаралық инвестициялық платформа Amarkets деп аталатын компания бар екен. Ең ұнағаны бәрі қолжетімді екен. Форекс, акциялар, шикізат, индекстер, тіпті криптовалюта да бар, егер ол сала сізге жақын болса. Олардың мобильді қосымшасы өте ыңғайлы, интерфейсі түсінікті, әрі оқу материалдары платформаның ішінде бар. Тағы бір жақсы жағы, аз ғана қаражатпен бастап көруге болады. Егер мен сияқты новичок болсаңыздар, демо счет ашып, тәжірибе жинауға болады. Служба поддержки тез жауап береді және кеңес беруге олар дайын. Сондай-ақ Amarkets компаниясында бастапқы депозитті 2 еселе деген бонус бар, яғни $10,000 дейін кез келген сума салсаңыздар, соны 2 еселеп береді. Бұндай бонусты мен басқа платформада көрген жоқпын. Осылай мен сияқты инвестиция саласын зерттеп, ақша тапқыларыңыз келсе, Amarkets компаниясының сілтемесі осы видеоның комментарийінде және LeoKZ деген промокодты жазуды ұмытпаңыздар. Каспий банктың бөлімшесіне келдік. Кірдік, бірінші сұрап алдық, бола ма деп, болады деді. Адамда жоқ екен, очередь мүлдем жоқ. Енді қазір біз байлығымызды апарамыз. Сумма көп па деді, деген соң, примерно енді білмеймін, 430 мың теңге олар үшін көп па, бірақ монета жағынан көп болу керек, Болма, кіре беріңіз. Ақшаны біреуін бересіз. Болды, мына жаққа тастап кетеміз, аласыңызшы. Сәлеметсіз бе? Так, қалай береміз бұны сізге? Төксек болмай ма? Екеуі бөлік тұр, 100-200 бөлік. Болды. Аппарат қатесі санайды ғой, Не дейді? 2 рет санайды дейді. Сізде 510 мың шықтыр ма? Солай өткізе берек та? Дұрыс қостық па бізде? Бір қатар қалып кеткен жоқ па? Біз қателескен түзбекке шығып еді. Біз просто бүйтіп бір талдап салап шықтық. Видеоға түсіргенбіз ғой. Салдап шығыңыз. Білмеймін енді, менікі көбірек болып шығады ғой. Ондай разница кәдімгідей болып тұр ғой. Бір қатар қалдырып кеткен жоқпыз ғой? Парықтағы. 5-ке көбейттің ба? 5-ке 40 бір нәрседен. 43-та 5-ке көбейттің. Дұрыс қой, 430 шықпау керек бізде. Қанша? 5 қатар болды 40 бір нәрседен. 200 бір нәрсе мың болды, Ама 15 болды. Сен 80 мыңды қоспадық қой біз. Дұрыс айтасыз. Бәсе, жақта көп сияқты. 510 мың екен. Дұрыс. Біздің есептегеніміз бойынша 510 мың 400 теңге. Тура сондай шықты ма? 510 мың 300 теңге шықты менде. 100 теңгеге алдап кетейін деп тұр қой сізде біз. Маған енді удостоверение керек болады. Мен данный нелерге бермес қой, мошенниктарға бай деп, Просто звондап ертең бәле болады да. Көп тиыны бар деп. Көп тиыны бар. Банктен шықтық, пустой болды, тазик шелектеріміз. Депозитке салып берді ақшаны 510 мың 300 теңге.
сәл қалды косяк жасауға 80 мың теңге кетіп қалайын деп тұр. Видеода қазір қоямыз, қай жерде қателескенімізді. Мынау Ерзат өзі санаған алдындағы тұрған 80 мың теңге бола қатарынан тұрған тиындарды, в общем, біз түбінде қоспай кеткеніміз ғой. Болды. Көңіл күй плюс ақша жетеді. Енді бар монитор сатып алу керек. Монитордың бағасы енді сәл қымбаттау болып тұр. 450 мыңға келісті алып кетсеңдер болады деп енді амал жоқ. Алу керек, өйткені короче, бір 3 компанияға звондадым. Аты нормальный компаниялар, үшеуі де жоқ деді бұл монитор. Оларда біреуіне звондаған едім, соңғысы қазір ғана сатылып кетті дейді. Тек қана компьютерный клуб ашып атқандар оптымға көп заказ болса, сол кезде ғана алып келеді екен бұл мониторды. Түсіну үшін сендерге айтайын, бұл магазин емес қой, бұл склад. Поэтому осына жерге келдік. Төледік 450 мың теңге. Все, монитор біздікі. Жеп беру, оның да салмағы. Үйден көшетін болсаң, біраз қиналып қалатын сияқтысың негізі. Былтыр білесің бе, компты сен көтердің ғой? Сен олықтыға барған кезде ше, салмағы. Екеуін қоссаң, мамма мия болайын деп тұр ғой. Бірақ бұның дүйімі ше, сәл аздау, мысалы 360-240 герцтада 24/5 болса дүйім. Бұда 24/1. 0.4 дүйім. Может бұның рамкасы кішкентай болуы мүмкін да, жан-жағындағы ше. Бірақ мен көрмегем әлі ашып. Бірінші рет қолданайын деп тұр. Распаковка. Опа. Мен көрмей қалдым ба? Монитордың аты, егер қызық болса, Zowie BenQ XL 2566X+. Бұл Zowie BenQ-дің ең соңғы моделі 400 Гц, бұдан кейінгі сәлі шықпаған. iPhone 16 Pro Max қой, бұлайша айтқанда. Ойбай, бұлай тұрам екен не? Бірінші рет ашатын достар. Монитор екен, астында ғой. Ема монитор жоқ болса бір екен. Так, қара, подставкасы ештерсіз керек емес. Өйткені менде кронштейн бар. Сол үшін монитордың тек өзін ғана алайық. Үстіндегі заттарын алып тастайық. Опа, монитордың өзі міне. Абайлау керек, монитор деген ол. Сызылып қалса бір жері кеттің көрейші. О, рамкасы үлкен екен. Бұрынғы модельдеріне ұқсайды, короче. Рамкасы сәл қалыңдау болады, бірақ ауыр емес екен, бір екен. Сенің уақытың келді ашылатын. Мынаны мен білесіңдер ма? Осыдан 3 па 4 па жыл бұрын сатып алғанмын ше. Анау Asus'ты жабыстырайын деп. Asus'тың арты домалақ болды да, келмейді. Бірінші рет енді кронштейннің рахатын көрейін деп жатырмын. Мен алған кезде білесің, бұның бағасы 17 теңге болды. Қазір бір ары кетсе 4-5 мың тұрады. Атын көршіңдер болады. Іздеп немесе экранға жазып қоя саламыз. F80 ғой. Модель F80 короче. Сол үйде тұр ғой, жап жаңа коробкада. Бұл бәлен қалай құрайды екен. Сандықта қалып кеткен заттар бар ғой. Тура сондай болып тұр ғой қазір. Үйтіп бұл қанша 20 минутта кронштейнге орнаттық мониторды. Әрең дегенде енді бұған шнурлар тығу керек. Так, мынау бізде DisplayPort міндетті түрде қолдану керек. Әйтпесе көбісі монитор алғанда шарит етпейді. HDMI тығып жібереді. Сосын мен монитор 400 Гц алған едім ғой, неге 60 Гц көрсетіп тұр деп көбісі түсінбей қалады. Кронштейннің еще мына жерінде сымды өткізетін не бар. Кабель менеджмент жасауға болады. Маған оның барлығын реттеудің қажеті жоқ. Негізі просто видеоға көрсетейін деген ғой. Алдағы уақытта ана жердің барлығын жинастырып, жаңа девайстарды алып, сосын полностью осы бөлменің рум-турын түсіреміз бұйырса. Так, монитордың артында 1, 2, 3 HDMI тығатыны бар. Мына жерде наушниктің суреті тұр, білмеймін, мынаған тығатын жер, может быть. Мынау DisplayPort'тың орны. Мынау походу пульті режимдарды қоюға болады. 1, 2, 3 деп қолданып көрмегем. Опа, дауысын естің бе? Жарықтық. Бірақ шынымен айтайын, мынаның рамкасы көзіме жаман көрініп тұршы, өйткені қара Asus'ты. Көрінбей, екі жағын жұқады, а мына жерде мынандай заттар тұрды. Білмеймін, енді алдағы уақытта үйреніп кететін шығармыз. Пока что енді кронштейнмен орналасқан орны енді тема. Наны көтересің, жылжытасың, ары бері өзіңе ыңғайлы етіп қойып қоясың. Так, бұл бізде мына қазір 60 Гц-та тұр. Nvidia-ға кіреміз. Міне 60 Гц. Получается PC Full HD 400 Гц қарап. Бам! Плавно ғой. Так. Міне мынау стандарт FPS 1, FPS 2. Бұл монитор в основном негізі ойынға арналған. Бұның DIAC деген системасы бар. В общем, DIAC-ті түсінетіндер бар ғой, білмейтіндер болса интернеттен іздеп көріңдер. И дейді, похоже, ваш дисплей поддерживает режим 400 Гц дейді. Но текущая частота обновления 240 дейді. Вот. 400 Гц, прикинь, применить. Енді стримерге ұқсадым ба? Мувик видеолар бар ғой, білесің ба? Плавно жүретін ше. TikTok'та или басқа жерлерде тура сондай болып жатыр. Енді аған үйрену керек.
кронштейнді орнаттық, мониторды орнаттық, барлығы четкі. Енді 1-2 девайстарды алмастыру қажет. Және ең маңыздысы, жақында менде қазір Билайн ғой, интернет конченый, вот соны жаңада бір интернет келеді деп атқан 500 мегабит в секунду, сонда орнатсам 3000 елоға смело жетейін деп тұрмын. Видео осымен аяқталды. Ұнаса лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Лео KZ келесі видеода кездескенше.